There's another universe. Please make some noise. Give me a Сәлем, сіздермен ой қозға каналы. Алғашқы сұхбатымды мен ерекше жанмен жүргізгім келеді. Бізде қонақта өз ісінің маманы, адал, жұмысына жауапкершілікпен қарайтын білікті ұстазымыз Тоқбергенова Толқын Қадырханқызы. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер. Ал енді алғашқы сұрағымда сізге неліктен ұстаз жолы? Ұстаз жолы біз білетінімізде өте қиын, сабырлықты талап етеді. Неліктен ол жолды таңдадыңыз? Мынау сөз бар ғой, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп. Ұстаздық жолды таңдаған адам, ол өмір бақи балаға үйретуден жалықпау керек, шаршамау керек. Сонда ғана ұстаз деген атқа лайықты болады. Ал енді мен өзім ұстаздық жолды таңдаған себебім, ол мен өзімнің анам ұстаз болды. Қазір ол кісі зейнеткер. Бала күнімізде сол анамызды көрдік, анамыздың жасаған еңбегін көрдік, ұстаздық еңбегін көрдік. Балалармен жұмыс жасаған өзіме бала кезі ұнайтын, жалпы балалармен сөйлесу, балалармен әңгімелесу, жалпы біреуге бір нәрсе үйрету маған ұнайды өзіме жалпы. Біреуге бір нәрсе үйретсем екен, сол адам бір нәрсе біліп кетсе екен деген бір мүмкін бойымда сондай бір қасиет бар шығар. Иә, сол енді өсе келе бірінші мамандығым әрине ұстаздық болған жоқ, бірінші мамандық мүлде басқа мамандық болды, экономист мамандығы. Ал екінші мамандықта айналып келгенде өзімнің арманымды жүзеге асырайын деп, осы ұстаздық мамандықты оқып алдым. Сонымен мінекей ұстаздық жолға түстім. Ұстаздық еткеніме мінекей 21 жыл биыл. Енді мен бұл мамандықты мен шынымды айтсам мақтанып айтар едім ұстаздық мамандығын. Себебі ұстаздық жолы әрі қиын, әрі бір қызығы мол мамандық қой. Балалармен жұмыс істеген, сол балалардың қызығына да, шыжығына да көнесің. Солармен күлесең, күлесің, жыласаң, жылайсың деген сияқты. Солардың анасы болып кетесің ғой. Сондықтан да ұстаз деген ол ұлы миссия деп айтар едім. Әрбір адам. Керемет жауап. Ал екінші сұрағымда сіздің алғашқы сабақ берген күніңіз есіңізде ме? Қалай болды? Әрине есімде, ол ешқашан ұмытылмайтын сәт қой ол. Алғашқы сабақ беру деген сөз. Ең алғаш келгенімде осы мектеп ашылған уақыттарда 2004 жылы 6 сыныптарға кірдім. 6 сыныптарға кіріп, балалармен танысып, олар маған қарап, мен оларға қарап, бір-бірімізбен жаңағыдай бір ұстаз деген осы екен ғой, ұстаз болу деген осы екен ғой, қандай керемет сәт деп өз-өзіне қуанып тұрмын шынымды айтсам. Ал балалар алғашында олар енді мектеп жаңадан ашылып жатыр, ұстазды бірінші рет көріп тұр деген сияқты. Алғашында олар да таңырқаған сәттер болған екен. Жалпы мұғалімдік қызметті бастау ешкімге де оңай болмайды алғашында. Ол тәжірибемен келетін нәрсе. Адам тәжірибе жинақтай отырып ұстаз болады. Сондықтан да мен ойлаймын, ең алғашқы сәт кез келген ұстаздың есінде деп. Ол ешқашан ұмытылмайды. Балаларды сүйе білген адам ғана ұстаз болады деп ойлаймын. Иә, балалармен жұмыс істей алатын, балаларды жақсы көретін, балалармен тіл табыса алатын адам ғана ұстаз болады. Ал енді 21 жыл ұстаз болдым дедіңіз. Енді сол 21 жылда қиын оқушыларға бір қолданылатын әдістеріңіз бар шығар, бөлісе кетсеңіз. Енді әрине ол ұстаздық мамандықта міндетті түрде болатын нәрсе, ол кез келген жұмыста болады. Онсыз болмайды. Айтып отырмын ғой, мұғалімнің өмірі балалармен жұмыс істегендіктен қиын сәті де болады, қызық сәті де болады. Бес саусақ бірдей емес қой, сол сияқты мына балалардың да бәрі бірдей емес қой. Әр отбасынан келген, біреудің еркесі, біреудің серкесі деген сияқты. Небір қиын балалар да болды, мінез жағынан да, басқа жағынан да қиын балалар болады міндетті түрде. Және мен байқағаным, сол мінезі қиын, тәртібі қиын деген балалармен мен кейде достасып кетіп жатады екен, мен байқаймын. Басында әрине тіл табыспаушылық болады ғой, бірден тіл табыса алмайсың. Өзің жаңағыдай соның мінезіне, соның жан дүниесіне кілт іздейсің. Сол баланың кілтін, сол баланың жан дүниесіне қалай жол тапсам екен деген ой келеді мұғалімге. Ол қаталдықпен, жаңағыдай ұрыс-керіспен балаға ешқашан жол таба алмайсың. Жүрегіне жол таба білу керек. Кез келген бала, өйткені ол бала ғой. Сондықтан да мен осы уақытқа шейін бүйтіп ойлап қалайын, қанша бұзық болды деген балалардың өзімен мен қазір әлі күнге шейін сол балалар оқушыларым, мен шәкірттерім жазып тұрады, мейрамдарда жазып тұрады, сол бұзық, мінезі жаман, тәртібі нашар деген балалардың өздері әпкей сізді сағындым,
кезінде сіздің қадіріңізді түсінбеп біз бұзық болыппыз ғой, мінекей енді өзіміз есейгенде түсініп жатырмыз деп айтып жатады. Рахмет ол балаларға. Мен бірінші қуанатыным, әр бала егер Абай атамыздың сөзі бар ғой, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп. Әрбір менің шәкіртім өзінің өмірінде орын тауып жатса, адам болып, адам қатарына қосылып, өзінің орнын тауып, мамандығын тауып, ата-анасының үмітін ақтап жатса, мен үшін үлкен қуаныш. Мен жаңа айтқан миссия дегеніміз сол ғой. Біздің миссиямыз әрбір оқушының шырағын жаға білсек, біздің арманымыздың, мақсатымыздың орындалғаны. Ал енді сол оқушылардың арасында бір ерекше есте қалатын бір оқушылар болады ғой. Ондай бар ма сізде? Иә, бар. Нұрғиса деген оқушы болды менде. Сабақты әрине енді керемет оқиды деп айта алмаймын. Ол керемет оқыған жоқ әрине, орташа оқыды, бірақ қоғамдық жұмысқа ерекше араласатын. Өзі КВН ұйымдастырып жүретін, тіпті ұстаздарға да айтпайды мұғалімдер, мен осындай істеп жатыр едім, мен ұйымдастырайын деп жатыр едім деп, сыныпқа кіріп, бәрін аралап, ұйымдастырып, мәжіліс залына сахналық қойылым қойып, КВН ұйымдастырып сөйтіп жүретін. Қазір ол бала үлкен жетістіктерге жетті. Ол оқушымен мақтанамын. Жалпы ерекше балалар көп қой. Футболист балаларды да оқыттық. Исламхан деген футболист бала қазір атақты. Көп шәкірттер өтті алдымыздан. Менің тек қана білетінім, сол өткен шәкірттеріміздің барлығы қай салада жүрмесін, барлық жетістікке жетіп жатыр. Мен соған қуанамын. Сырттай естиміз, өздері келіп сәлем беріп жатады. Мейрамдарда аки деп, ұстазымыз ғой деп естен шығармай құттықтап жатады. Содан білемін де мен олардың. Мына өмірде өзінің жолын тапқан екен ғой. Әйтеуір бір кірпіш болып қаланған екен ғой деп мен сырттай қуанып жүремін. Және тілектес болып жүремін әрқашанда. Керемет. Иә. Ал енді сіз 21 жыл жаңағыдай ұстаз болдыңыз. Қазіргі жас мамандарға, қазір оқып жатқан мұғалімдерге, болашақ мұғалімдерге қандай бір кеңестеріңізді айтар едіңіз? Иә. Дұрыс айтасың Сағыныш. Қазіргі ұстаздарға айтатын кеңесім, кез келген жас маман, кез келген ұстаз боламын деген жас маман, ол алдына мақсат қойып келу керек. Мен бұл мамандықты не үшін таңдадым, неге таңдадым? Менің жалпы бұл өмірдегі атқаратын қызметім не балалармен жұмыс істегенде? Мен қандай жетістікке жетуім керек балалармен жұмыс істегенде? Әрбір бала алдымызда отырған, ол тұлға, жеке тұлға. Ол қоғамға өзінің үлесін қоса алатындай азаматты біз өсіруіміз керек. Білімді де беруіміз керек, тәрбиені де беруіміз керек. Қарап отырсақ, ұстаз 5 аспап болу керек қой. 5 аспап, жан-жақты болу керек. Шыдамды болу керек. Көп ұстаздарды білемін, шыдай алмай кетіп жатқан жұмыстан болды, ондай оқиғалар болған жоқ емес. Сол үшін мен мамандарға айтар едім, жас мамандарға ұстаз боламын деген шыдамдылық керек, сабырлық керек, ұстамдылық керек. Кез келген жағдайдан, ситуациядан шыға білу керек. Сонда ғана ол ұстаз болып қалады. Ал енді сәл ғана қиындыққа сынып кетсе, ол ұстаз бола алмайды. Иә, сонда ғана мен ойлаймын, сен өзің тұлға бола отыр. Басқа бір тұлғаны тәрбиелеу үшін сен өзің мықты тұлға болу керексің. Керемет, тамаша. Ал жас ұрпақ туралы не дейсіз? Қазір мысалы 11 сыныпта оқып жатқандар, болашақ мамандық таңдай алмай жатқандар, немесе оқып жатып, бірақ өзінің мамандығын жақсы көрмей, әшейін бір грант үшін немесе бір ақша жағынан түскендер үшін қандай бір кеңесіңіз бар, ақылыңыз? Иә, бұл қазір өзекті мәселе ғой. Балалар көбінесе үйде ата-ана айтып жатады, мына мамандық таңда, ақшасы көп оның дейді. Ертең айлық табысың жоғары болады. Мен айтар едім, мен күнделікті балаларға да өзім сынымды айтам, балалар бірінші кезекте сен өзіңе жаңа жақын мамандық таңда. Жұмыс істейтін де сол мамандықпен. Сол жаңағы тек қана қатарда жүрген мамандық иесі ғана болмай, сол мамандық саласында жетістікке жететін маман иесі боласың. Өз мамандығын сүйіп таңдасың. Әлгі Абай атамыз айтады ғой, халықтың күзетшісі бол дейді. Күзетші деген сөз халықтың қамын ойлайтын бірінші кезекте. Сондай тұлға болу керек. Әрбір бала біздің алдымызда отырған. Жаңағыдай өзінің ғана қара басын ғана ойлап, өзінің ғана қамын ойлайтын тұлға өсірсек, онда біздің қоғам ешқашан дамымайды. Ешқашан өспейді. Сондықтан да қоғамның, халықтың қамын ойлайтын, әрбір тұлға халықтың қамын ойлайтын тұлға болып өсетін болса, біздің қоғам дамиды. Сонда ғана біз өсеміз, сонда ғана біз өркендейміз. Ал енді грант үшін деп түсіп жатқан оқушылар көп, әрине ол жасырмаймыз.
бірақ ол грант үшін оқиды да, ол мамандығын тастап кетіп жатады. Дұрыс қой, оның жаны қаламайды. Айналып келгенде мен ұқсайды өтем өзінің мамандығын оқып алады. Мен де жаңағыдай бірінші мамандығым жаңағы экономист қаржыгер болды ғой. Айналып келгенде өзімнің жаным қалауы ұстаздық мамандықты оқыдым. Уақыт өте келе. Сондықтан да о баста адам өзінің жанының қалауын тыңдап, өзінің сүйетін мамандығын оқуға түсу керек. Өмірлік жолын дұрыс таңдай білу керек. Тек қана өзіне ғана емес, қоғамға, халқына пайда тигізу керек. Сонда ғана біз дамушы ел емес, дамыған елдің қатарына қосыламыз деп ойлаймын. Қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімісіз, иә? Сіздің жаңағыдай пәніңіз бір фильмнің жанры немесе бір сол фильм болатын болса, қандай бағытта болады еді? Менің мамандығым ба? Иә. Менің мамандығым бойынша кино түсірсем егер. Иә, кино түсірсе қандай жанрда болар еді? Қалай қылып елестетесіз? Енді көбінесе ұстаздық мамандық бойынша түсіретін фильмдердің көбісі тарихи фильмдер ғой. Тарихи кинолар, тарихи фильмдер. Енді ұстаздыққа қатысты болады, комедия түсіруге де болады қазіргі заманға сай. Оқушылар қызығып көретіндей. Тек қана комедия болғанда жай комедия емес, тәлім, тәрбиелік мәні бар комедия. Астары. Иә, астары бар. Болады. Тарихи жанрда да болады, комедия. Барлық жанрға келеді негізі, бірақ көбінесе енді заманға сай қылып түсірсе, тіпті жақсы болар еді. Жан жақты дейсіз ғой? Жан жақты, иә. Өте керемет. Ал енді көрерменде сіздер өздеріңізге түрткі болған ойларды, ақылды түртіп алдыңыздар деген ойдамын. Ал енді біздің каналға тіркеліп, лайк және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәлеммен сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.